Алматы қаласы білім басқармасына қарасты Әуезов ауданында орналасқан нөмірі 136 бөбекжай балабақшасында балабақшада психологиялық жұмыстарды ұйымдастыру, мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеушілік дағдыларын дамыту, балабақшада инновациялық технологияларды қолдану тақырыптарында аудандық семинар өтті. Қазір додекаэдр әдісі арқылы бір-бірімізбен танысамыз, бір-бірімізге лақтыру арқылы және атымызды айтып, осы жерде сізге қандай белгі түсті, сол арқылы қайталайсыздар, жарай ма? Құшақтаңыз деген сөзді Көршіңізді құшақтайсыз. Көңілегін көрсем, мейірімді жан еткен, күн ұйқын төрт бөліп, бесік тербеткен, анаңды сүйсеңінен сүй, анаңды сүйсеңінен сүй. Жұмыс әуені Қарлығаштың құйрығы неге айыр қойылымынан басталды. Оны дайындаған музыка жетекшісі Бейбітханова Айдана Бекенқызы сахна сыртында тағын қысып тұрғандай көрінді. Өз кезектерінде кішкентай ғана бүлдіршіндердің аң жануарлардың кейпіне еніп, өздеріне жүктелген образдарды кәдімгі актерлердей сомдап шықты. Арамыздағы шығыстан келген биші қыздарымызды шақырайық. Тілін көрсете бергенде Қарлығаш шап беріп, масаның тілін жұлып алып, қолындағы құтыны жарып жібереді. Тілі жұлынған маса сөйлей алмай, ыз етіп. Балабақшада психологиялық жұмысты ұйымдастыру бағытын көрсету мақсатында тәрбиешілерге тәжірибе жасалды. Келген қонақтар өз ойларын қосты. Ағып тұрған жерден бір әдемі, бір замок сияқты елестетілді. Оның ішіне кіріп едім. Орман болғандықтан аю елестетті маған. Үлкен аю жатыр жерде. Соны көре салысымен шығып, бір әдемі қара, жаңағы ухоженный, шашы сондай таралған қара бір жылқыны көрдім. Елестеткен су айдыны болды, иә? Ол көл ме, ол теңіз бе, оны да өздеріңіз шештіңіздер. Ол кезде сіздердің қалай елестеткендеріңізге байланысты, ол сіздердің қазіргі жағдайдағы махаббаттарыңыз, махаббатыңыз. Қазір көршімен массаж жасағым келіп. Қандай тамаша! Мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеушілік дағдыларын дамыту және балабақшада инновациялық технологияларды қолдану бағытында нөмір 136 бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі Атанчиева Жұмағайша Керімтайқызы ойын түрінде үлгілік ұйымдастырған іс-әрекет көрсетті. Мектепке дейінгі білім беру инновациялық технологияларды қолдануда біздің даналықта 3 жолмен үйренеміз. Оның ең біріншісі ойлану, ең ізгі жол. Екіншісі еліктеу, ол бізге ең жеңіл жол болып табылады. Үшіншісі тәрбие жолы дейді. Бұл дегеніміз ең тәжірибе жолы. Ең ауыр жол екен, Адал, дос бұйырсын деген сондай мақсатта, ниетте осындай Қарлығаш жасадық. Енді ұқсады ма? Үш басты Айдахар кейіпкеріміз бұл. Мына ағашта жаңа құстың салған ұясы, Қарлығаштың үйе салғаны, мынау ішіндегі балапандары. Бір-біріңіздің жұмыстарыңызды көріңіздер. Көрсеңіздер болады келіп, міне. Айдахарды кеп көріңіздер. Міне қараңыздар, Айдахар қалай жанданып жатыр. Наны бүйтіп қозғалтсаңыздар да болады, міне. Міне, көрдіңіздер ме? инновациялық әдіспен
тақырыбындағы ашық семинарға келіп тұрмыз. Семинар өте жоғары деңгейде өтті. Мына ұжымның жаңағы ауызбіршілігінде жаңадан технология қолданғанда өте таңғалып тұрмыз. Кюльвер әдісі өте маған ұнады. Және де балаларда робототехникамен және де ұсақ қол моторика әдістерін өте көп қолданады екен. Балалардың бүгін қойған қарлығаштың құйрығы неге айыр атты ертегісі балалардың актерлік шеберлігі өте тамаша, жоғары деңгейде орындап шықты. Оның артында тұрған мына тәрбиешілердің біліктілігі өте жоғары деп ойлайтын. Міне бүгінгі ашық семинар өте маған ұнады, керемет. Ұлттық киімде барлығы бірдей өте жоғары деңгейде. Өте қатты кіргеннен өзіңе бір әсер қалдырып тұр, маған қатты ұнады. Ымыра бірлікте өрмекші болып тор тоқып, бір-біріне тілектерін білдірді, қимастықпен тарасты. Жеке қалған соң мақсат міндеттерін білгіміз келіп, әдіскер мен меңгерушіні сөзге тарттық. Жалпы негізі күнделікті қолданыста бар, күнделікті іс-әрекетте қолданып жүрген дүниелеріміз болғандықтан, біз осы дайындыққа 3 күнімізді жұмсадық, осындай семинарды шығардық, ал негізінде ұйымдастырылған іс-әрекетте бұл барлық әдістер қолданады. Біздің балалар күнделікті оны қолданып, сабақ барысында өтеді. Өздерінің жұмыс барысында бағыт-бағдар беріп, жақсы көңіл күйде жүріп, балаларды ұйымшылдыққа баулуына және оларды ұйымдастыра білуге, ұйымшыл болуға бағыт-бағдар беремін. Біздің басты міндетіміз балаларға сапалы білім мен тәлім-тәрбие беру. Баланың бойында адамгершілік қасиеттерін және танымдық қасиеттерін, білімдік қасиеттерін дамыту. Және балаларымыздың коммуникативтік қасиеттерін дамытып, жан-жағына қамқоршылықпен, мейірімділікпен, білімділікпен өздерін таныта білетіндей ел азаматтың азаматшасын тәрбиелеу. Білім айнасы Алматы қаласынан Қуантай Амантайұлы.